Хөп деп мына великке мініп кетейін деп жатсаң, не бұл айдайтын велик емес бұл негізі. Қаланың дәл орталығынан достар, бүгін біз бір бөлмелі пәтерде небәрі 5 миллион 500 мың теңгеге еще жақсы саудасымен шығарғалы тұрмыз. Площадь бәрі жап-жақын тұр. Және де мына домда енді пәтеріміз орналасқан. Жалға берсеңіз де кемінде 100-150 мың теңгеге өтіп кететін пәтер. Ендеше пәтердің ішімен танысайық. Дәл қазір біз квартираның ішінде тұрмыз, яғни пәтердің ішінде. Бұл бізде қонақ қабылдау бөлмесі. Енді айналаға мән бермеңіздер, себебі бұл үйде адам тұрмайды. Және пәтердің иелері көшіп кеткен. Қалған қалдықтары, қалған заттардың камерадан бері түсіндіріп жіберейін. Достар, пәтерде кей жиһаздар қалады, кей жиһаздар қалмайды. Жаңа айтып жатырмын ғой, енді қаланың орталығы деп. Мына бізде қонақ қабылдау бөлмесі ғой. Осы қонақ қабылдау бөлмесінің терезесінде міне орталық көшелер көрінеді. Қарап алыңыздар. Әрі қарай кеттік. Так, мына бөлікте бізде ас бөлмесі орналасқан. Қарап алыңыздар. Ас бөлмесі. Мына жерде прихожий шкаф бар. Пәтерге мына есік арқылы кірдім. Киім ілуге арналған аймақ и туалет және ванна бар. Достар, қаланың орталығы үшін өте керемет баға, сатып алуға асығайық.